Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бахар Лайф каналына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі тақырыбымыз массаж төсеніштерінің пайдасы. Массаж төсеніштері адам денсаулығына өте жағымды әсер етеді. Адам өзін жеңіл сезінеді және әртүрлі аурулардың алдын алуға көмектеседі. Өйткені біздің ішкі органдарымыз, буындарымыз, омыртқаларымыз, осылармен байланысты біздің белсенді нүктеміз, ол біздің аяғымызда шоғырланған. Біз массаж төсенішін басу арқылы қан айналымын жақсартамыз. Қан айналымы жақсы жүрген кезде біздің аяғымыз шаршаған, басылып, және ауырғанды жеңілдетеді. Бұл ересек адамдар үшін, балалар үшін өте пайдалы. Баланың тірек қимыл жүйесі өте икемді болғандықтан, баланың майтабандықтан емдеуге өте тиімді уақыт нәресте кезінде. Бала өсе келе мектеп жасына келген кезде аяғындағы деформация болса, оны емдету қиындыққа түседі. Сондықтан, құрметті жас ата-аналар, сіздерге кеңес: баланы кішкентай кезінен бастап дене бітімі жақсы біту үшін, денсаулығы жақсы болу үшін қадағалап, осы төсенішті арқылы көп пайдаланып, жақсы жүргізіңіздер, төсенішке көбірек жүргізіңіздер, жаттығулар жасатыңыздар. Осы жайлы айта кетейін. Балаға күніне 3-5 минут жаттығу жасатсаңыз болады. Бірнеше рет, мысалы 3-5 минутта бірнеше рет күніне. Оны балаға қызықты болу үшін әртүрлі маймақ аю ретінде жүргізіңіздер, томпаңдатып, қаз ретінде, қаз сияқты жүргізіңіздер, және баланың аяғының ұшымен, өкшесімен жүргізсеңіздер, бұл балаға өте қызық болып көрінеді. Бала оны ойын ретінде қабылдап, оған қуана-қуана қатысады. Содан кейін кілемшелерге келетін болсақ, сіз кілемше таңдаған кезде баланың жасына қарай таңдаңыз. Егер балаңыз 12 айға толмаған бала болса, онда кішкентай шағын кілем алсаңыз болады. Ал егер бала 12 айдан асқан бала болса, онда үлкен көлемді, үлкендеу кілемше алыңыз. Өйткені ол баланың жүріс, іс-қимылын шектетпеу керек. Бала ойнау керек, секіру керек, ол жерде аунау керек. Сонда іс-қимылы шектелмейтіндей үлкендеу кілем болса, өте жақсы болады. Қазір енді көп тараған пазл тәрізді кілемшелеріміз шығып жатыр. Ол балалар үшін өте қызықты болып көрінеді. Өйткені бала өзі қалаған жеріне барып, кілемшені бұзады, құрайды, сол жерде отырады, ойнайды, мысалы, секіреді. Ол балаға өте қызықты көрінеді. Оның және үстіндегі рельеф тәрізді, үсті, мысалы, поверхность дейміз ғой, рельеф тәрізді болады, әртүрлі болады, мысалы. Сондықтан ол балаға өте қызықты болып көрінеді. Сіз, мысалы, баланың ойнайтын өзінің бір бұрышы болсын, бөлмесі болсын, сол жерге салып қойсаңыз, бала сол жерге ойнап, секіріп жүрген кезде күнделікті өзіне керекті жаттығу сол жерде өтіп жатады баланың. Және де кілемшелерге келсек, кілемшелерді таңдаған кезде табиғи заттардан жасалған кілемшелерді дұрыс жақсы болады. Мысалы, кілемшенің аралас түрін алғандарыңыз өте тиімді болады. Аралас түр деп отырғанымыз комбинированный. Ол бір жағы, мысалы, рельефный болса, бүдір-бүдір болып жатса, екінші жағы түзу болады. Баланы жүргізген кезде, мысалы, сіз кілемшеде бір бағытта жүргізіңіздер, түзу жүрсін, түзу жүреді, одан кілемшені айналып қайтып келеді де, бала қайтадан сол жолмен түзу жүру керек. Ол баланың аяғын зақым келтірмей, және өзі соған бейімделуге көмектеседі. Жаңағындай комбинированный деп отырғанымыз, ол өйткені бала жаңағындай бүдір-бүдір жерден жүруден жалықса, жаңағы жұмсақ жері біркелкі жеріне барған кезде баланың аяғы рахаттанып, релаксация дейміз ғой, сондай жағдайға келеді. Содан кейін бала одан жалықпайды. Өйткені ол балаға жағымды жерлерде болғандықтан бала одан жалықпайды. Кілемшенің мысалы
үйде жасауға болады. Ата-аналарға мысалы өздеріңіз үйде жасауға болады. Ол үшін сіздер балаға қауіпсіз заттардан жасағандарыңыз дұрыс. Баланың аяғына ешқандай зақым келтірмейтін, ешқандай үшкір заттар болмау керек. Соның бәрін ескерсеңіздер, үйде де жақсы, пайдасы көп массаж төсенішін жасауға болады. Оған мысалы әртүрлі түймелер, тастар, құмдар, мысалы әртүрлі даже губкалар, мысалы өзіміздің жеп отырған грецкий орехымыз бар ғой, жаңғағымыз, соның сырты, мысалы соның домалақ жағын қойып қойсаңыздар да болады. Әртүрлі заттардан үйде жасауға болады, өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Көбелек түрде мысалы жасауға болады, жүрекше тәрізді жасауға болады. Балаға қызықты болу үшін қызыл қоңыз бар ғой, қызыл қоңыз тәрізді жасауға болады. Әдемі көрінеді, балаға қызықты болып көрінеді, оның үстінде ойнаудың өзі балаға бір қызықты болады. Сондай әртүрлі мөлшерде жасауға болады. Мысалы педиатрлардың өзі кеңес береді, баланы тастың үстінде, құмның үстінде, шөптің үстінде мысалы жалаң аяқ жүргізген өте пайдалы. Мысалы жазды күні олай жасауға өте көп мысалы мүмкіндіктер бізде бар, ал қысты күні ондай мүмкіндіктер бола бермейді. Сондықтан біз қысты күні кәдімгі дайын кілемшелермен пайдаланамыз. Сол кілемшені сатып аламыз, не болмаса үй жағдайында өзіміз пайдаланып жатамыз. Және де мен сіздерге кілемшелердің жаңа айтып отырған екі түрін айтып отырмын. Біріншісі массаж төсеніші, екіншісі ортопедиялық төсеніш, ортопедический массажный коврик дейміз. Біріншісі ол адамды әртүрлі аурулардың алдын алу үшін, және жағымды әсер беру үшін, баланың денсаулығын нығайту үшін, әртүрлі тыныс ауруларының алдын алу үшін біріншісі көмектеседі. Ол профилактика ретінде әртүрлі аурудың алдын алуға. Екінші біздің ортопедический кілемшеміз ол ауруды емдеуге қажетті кілемшелі. Былай қарап отырсаңыздар, түрлері ұқсас көрінгенмен олардың атқаратын қызметтері әртүрлі болады. Сондықтан балаларда, мысалы балабақшада да ондай кілемшелерді көп байланады. Бала ұйқыдан оянған кезде арнайы жаттығулар жасайды, сол кілемшелердің үстінде жүріп, ойнап, секіру арқылы. Сондықтан бұл кілемшелердің пайдасы өте көп. Баланың мысалы аяғында, жаңа айтып өткендей, барлық нүктелеріміз аяғында деп айтып отырмыз ғой. Біздің ми жұмысының жақсаруына жақсы әсер беретін, мидың жұмысын жақсы жұмыс жасауына, олда да аяқтың нүктелерінде барлығы орналасқан, шоғырланған. Сондықтан сіздерге кеңесім, үйде өздеріңіз жақсы кілемше алып қойсаңыздар, балаларға соның үстінде ойнатып, жүргізіп, тіпті өзіміздің жуынатын бөлмемізге де сондай кілемшелер салып қойған өте жақсы. Кіріп шыққанның өзінде ол баланың денсаулығына жағымды әсер беріп жатады. Сондықтан мен кеңес берейін дегенім, үйлеріңізге кілемше алып қойғандарыңыз дұрыс болады. Баланың жақсы дамып жетілуіне, жиі ауырмауына өте тиімді болады. Ол балаларға ғана емес, үлкендерге де өте жағымды әсер береді. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Сіздерге ұнап жатса, тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Жақсы ақпараттар болса сіздермен бөлісемін. Назар салғандарыңызға рахмет.